Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу-алейкум, құрметті қыздар, ханымдар. Бүгін осындай барқыт матасымен қалай жұмыс жасау керек, қалай үтіктеу керектігін айтатын боламын. Осындай барқыт матасы міне. Бізге керектігі 1 сантиметрлік осындай губка керек. Метрлеп сатылады бұлар. 1 сантиметрлігін алсаңыздар жетеді. Осыны төсейсіздер. Үтіктейтін столыңыздың үстіне және матамызды аламыз. Матамызды міне теріс қаратып қойып, міне тіктім, мен шапан тігіп отырмын. Осы тігісті енді үтіктейтін боламыз. Губканың бетіне қоямыз. Осылай. Бетіне ақмата, ХБ ақматасын метражбен сатылады болды. Бұны да қоямыз. Және осының үстінен қыздырылған үтікпен үтіктейтін боламыз. Матаның қиқымдарын өздеріңіз үтіктеп көріңіздер алдымен. Бұдан да басқа барқыттар болуы мүмкін. Бұны мен парсыз үтіктеп отырмын. Ал сіздер үтіктеп көріңіздер парымен. Бірақ бірінші матаның қиқымын үтіктеп көріңіздер. Әр велюр, барқыт әр түрлі қымбаттары бар, арзандары бар. Мені көргендеріңіздей жылтырлаған жоқ. Барқыт маталар көбінесе жылтырлап қалады. Жай үтікпен үтіктесеңіздер, губкасыз. Сондықтан осы тәсілді қолданып көріңіздер. Тағы қайталап айтам. Матаның қиқымын үтіктеп көріңіздер бірінші. Парымен және парсыз етіп. Мына ары қарай тағы да үтіктейміз. Бетіне осындай ақ ХБ матасын қойыңыздар. Марлы матасы болатын болса, бір 3-4 қабат етпесеңіздер, одан өтіп кетеді. Ал осындай ХБ мата болса, өте әдемі. Жақсы үтіктеледі. Барлық тіккен киімдеріңізді осындай ХБ матамен үтіктесеңіздер жақсы. Негізі мынау үтікпен марласыз үтіктеуге болады, ХБсіз. Бұл өте жақсы үтік. Бірақ сонда да барқыт өте капризный мата болғандықтан бетіне осылай ақ матамызды қойып үтіктейміз. Мені көрдіңіздер өздеріңіз, ешқандай да жылтырлаған жоқ. Жақсылап үтіктелді. Міне. Осындай болып шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Ал енді маған планкасына дублерин жабыстыру керек. Оны қалай жасаймыз? Бұған міндетті түрде пар керек. Негізі пармен үтіктелсе жақсы жабысады. Парсыз үтіктелсе дұрыс емес жабысуы мүмкін. Бірақ әр дублерин, әр матаға әр түрлі жабысады. Бұны да бір матаның шетіне жабыстырып көріңіздер. Мен осындай барқыт матасын көрсетіп жатырмын. Енді бұны жайлап пармен үтіктеп көремін. Байқап көремін. Тағы бір айтатын нәрсе, бұны үтіктегеннен кейін сразу алмаңыздар. Бір 5 минут, 3 минуттай күтіңіздер. Пары бәрі кетіп, суыған кезде ғана жайлап көтеріп алыңыздар. Себебі ыстық кезінде көтеріп қалсаңыздар, қолдың ізі қалып қалады. Бұл барқыт сондай екен. Сондықтан барқытты суытып, сосын барып аударғандарыңыз немесе алғандарыңыз жөн. Менде талай рет қолдың ізі қалып қалды. Сондықтан ондай қателікті жасамаңыздар. Міне үтіктедім. Енді сіздерге осылай енді 2 бүктеп үтіктеп алу керекпін ғой. Оны қалай үтіктейміз көрсететін боламын. 2 губканың ортасына қоямыз. Міне асты да губка, үстіне де губка қойып, бұны да пармен үтіктеп шығамыз. Сонда бұл түгі жабысып қалмайды.
осындай түгі сол күйінде қалып суытып аламыз. Міне суыған соң ғана алыңыздар. Ыстық күйінде ұстасаңыздар қолдың ізі қалып қалады екен. Міне жайлап шетінен алып көремді, жайлап арғарай үтіктейтін боламын. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.